Балаңыз әлем, олимпиада чемпионы болсын десеңіз, осы видеоны соңына дейін көріңіз. Ендеше талай мықты чемпиондар шыққан Жалаңтөс Баһадур атындағы мамандандырылған спорт интернатымен таныстырамын. Ішінде 7 мен 11 сынып аралығында 215 оқушы спортпен шұғылданады. Атап айтқанда ауыр атлетика, дзюдо, бокс, еркін күрес, грек-рим күресі, таэквондо, велоспорт, байдарка және каноэде есу, гандбол спорт түрлері бар. 25 жаттықтырушы бар. Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген мықты мамандар. Достар, бұл жақта чемпиондар өте көп. Атап айтатын болсақ, 2016 Рио Олимпиадасы қола жүлдегер Александр Зайчиков ауыр атлетика. Дзюдодан жасөспірімдер арасында қазақтың тұңғыш әлем олимпиада чемпионы Бауыржан Жауынтаев. Ересектер арасында әлем чемпионатына ауыр атлетикадан екінші орын алған қазіргі хит болып жүрген Алмас Өтешев ағамыз. Еркін күрестен Дәулет Ниязбеков ағамыз. Әлемдік додаларда Қызылордамыздың, еліміздің атын шығарды. Я достар, бұл спорт интернат болғаннан кейін балаларымыз жататын жатақханамыз, асханамыз және мектебіміз бар. Ішінде толық жағдай қарастырылған. Мысалға, жатақханамызда қыздар мен ұлдарға арналған бөлек-бөлек бөлмелеріміз, жуыну аймағы және де кітапханамыз бар. Балаларымыз бос уақытында сыртқа шықпай дәл осы жерде кітабын оқиды. Жатақханамыздағы тәрбиешілеріміз, мектептегі мұғалімдеріміз барлығы білікті мамандар. Құрметті ата-ана, сіздің де балаңыз чемпион атанып дәл осы жерде тегін оқи алады. Ол үшін тамыз айында өтетін экзаменге қатысып, сол жерден іріктеуден өту керек. Балаңыз чемпион болу үшін 2 мезгіл жаттығуы және де газон мен полясы да бар. Уақытылы 5 мезгіл тамағы, мектебі бәрі бір жерде орналасқан. Және де 9-дан кейін түсуге болатын колледжде қарастырып қойған. Дәл осы уақытта бізде 33 студент оқып жатыр. Сіздермен осы бір керемет обзор жасап жатқан мен Таптаза Медиа дәл осы видеоны баламды чемпион қылам дейтін ата-анаға бөлісіп қойыңыз. Мекен жайы Жанқожа батыр 82, дәл осы бір спорт интернатқа келіңіздер.